Бүгінгі видеомда эссенің қорытынды бөлімі қалай жазылатыны жөнінде тәжірибемен бөлісемін. Эссе қалай жазылатынын үйренгіңіз келіп, YouTube'дан ашқан видеоларды қарасаңыз, былай дейді: эссе кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен тұрады. Осылай айтқан видеолардың бәрін қарап шықсаңыз да, эссені дұрыс форматта жаза алмайсыз. Неге? Себебі эссенің кіріспе, негізгі бөлімнен тұратыны, ал қорытындыда жазғандарды қорытатынын білмеген жоқ. Ең маңыздысы эссенің қорытынды бөлімінде қорытатынды білу емес, нені қалай қорытатынын білу. Қорытынды бөлімде қорытатынды білесіз, бірақ әлі біртүрлі эссе ойдағыдай шықпайды. Неге? Себебі эссе жазу үшін эссе кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімнен тұратынын білу жеткіліксіз. Кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерінің қалай жазылатынын дұрыс білу керек. Эссе сұрыптап түзілген ес сөз видеолары эссенің қандай бөлімдерден тұратынын айтып қана қоймайды, қай бөлім қалай жазылатынын тәптіштеп көрсетеді. Эссе деген не екенін біле тұра, эссенің дұрыс форматта қалай жазылатынын қарайтын видео іздеп жүрсеңіз, эссе сұрыптап түзілген ес сөз видеоларынан үйренуге болады. Ес сөз каналыма жазылып ұнаса лайк басып, басқалармен де бөлісе кетіңіз. Эссе жазба тілін қолдана отырып жазылатын шығармашылықтың бір түрі. Жазу тілі сөйлеу тіліне қарағанда өзіндік ерекшелігі бар тіл. Жазба тілі ешкімнің ана тілі емес. Адам ана тілінде немесе сөйлеп жүрген бірінші тілінде зуылдатып сөйлей алуы мүмкін. Ал жазуға келгенде, сол сөйлеп жүрген тілдің өзін жазуға салу қиын. Абай атамыз айтқан: көңілдегі көрікті ойдың ауыздан шыққанда сәні кетеді деген, көрікті ой жазуға келгенде мүлде сәні кетеді. Олай дегенім, ойда мида сайрап тұрған пікірлерді жазайын десең, бірін ұстай алмай қалатын кезіміз бәріміздің басымызда болатын жайт десем, қателеспейтін шығармын. Сондықтан жазба тілін меңгеру біліммен қатар практика, тәжірибені, яғни көбірек жазуды талап етеді. Бұдан бұрынғы видеоларымда эссе деген не, эссенің кіріспе бөлімін жазу, эссенің негізгі бөлімін жазудың қысқа жолы жайлы тәжірибемен бөлістім. Бүгінгі видеом эссенің қорытынды бөлімін жазудың қыр-сыры жайлы болмақ. Эссенің қорытынды бөлімі эссенің кіріспе және негізгі бөлімімен тікелей байланысты. Қорытынды бөлімде, кіріспеде, негізгі бөлімде не жазылған солар жөнінде жазылады. Эссенің тақырыбында не сұрап тұрғанына пікіріңізді тезис сөйлемде жаздыңыз. Негізгі бөлімде осы тезистегі айтылғанға аргумент, дәлел айта отырып дәлелдедіңіз. Осы тезис сөйлемдегі пікірлерді және негізгі бөлімде ашып жазған пікірлер, дәлелдерді қорытынды бөлімде қорытындылайсыз. Қорытындыны жазуда мынадай кеңестер айтайын. Эсседе екі пікірді салыстырып барып қорытуға болады. Тезис сөйлемде айтылған пікір, көзқарас тағы бір рет көрсетіліп кетеді. Эссе тақырыбында айтылған мәселені негізгі бөлімде 2 немесе 3 аргумент дәлелмен дәлелдедіңіз. Сол мәселені қорытынды бөлімде тағы да жазып кетіңіз. Тақырыпқа байланысты ұсыныс пікір болса жазыңыз. Пайдалары, зияндары туралы пікірлерді жазуға болады. Эссенің қорытынды бөлімінің қалай жазылатынын нақты көру үшін Сәкен Сейфуллиннің Сыр сандық өлеңіндегі нағыз досқа тән қасиеттерге өз көзқарасыңды дәлелдеп жаз деген үлгі эссені талдап отырып қарайық. Осы эссенің кіріспе бөлімін былай деп жазыңыз: нағыз достар өмірде бар ма екен? Өз басым нағыз достың қандай болатыны жөнінде ойланып көрмеппін. Ақын өлеңіндегі шын дос кез келген адамды қызықтырары сөзсіз. Өйткені достық ұғымдарына кім болса да өмірінде үлкен мән береді. Сәкен Сейфуллин Сыр сандық өлеңінде жырлаған нағыз достың сипаттары мені таң қалдырды. Сондықтан нағыз досқа тән қасиеттердің байыбына бару үшін талдап көруді жөн санадым. Енді осы эссенің қорытынды бөліміне қарап көрейік. Сөзімді түйіндей келе айтарым, менің де көптеген достарым бар. Алайда ұлы ақынның Сыр сандық өлеңін оқығанға дейін достарымның адал достық қасиеттерін аңғармай келіппін. Өлеңді оқып, нағыз дос деген кез келген кезде қасыңнан табылатын биік тауың болу керек деп түсіндім. Бұдан былай өз басым достарымның адал досы болуға тырысатын боламын. Осы өлеңде бәріне оқуды ұсынамын, себебі әр адам шын достың қандай болатынын түсінсе екен деймін. Кіріспеде былай деп жаздыңыз: өз басым нағыз достың қандай болатыны жөнінде ойланып көрмеппін. Қорытындыда былай дейсіз: алайда ұлы ақынның Сыр сандық өлеңін оқығанға дейін достарымның адал достық қасиеттерін аңғармай кеппін. Кіріспеде Сәкен Сейфуллин Сыр сандық өлеңінде жырлаған нағыз достың сипаттары мені таң қалдырды деп жаздыңыз. Қорытындыда былай деп қорытасыз: өлеңді оқып, нағыз дос деген кез келген кезде қасыңнан табылатын биік тауың болу керек деп түсіндім. Эссеңіз осы жайында жазылды. Себебі негізгі бөлімде осы нағыз достың екі қасиеті туралы жаздыңыз. Сыр сандық өлеңнен мысал келтіре отырып дәлелдедіңіз. Кіріспеде жазыңыз: сондықтан нағыз досқа тән қасиеттердің байыбына бару үшін талдап көруді жөн санадым. Өлеңді оқыдыңыз, талдадыңыз, эссеңізді жаздыңыз. Енді
қорытынды бөлімінде былай деп қорытасыз. Бұдан былай өз басым достарымның адал досы болуға тырысатын боламын. Осы өлеңді бәріне оқуды ұсынамын, себебі әр адам шын достың қандай болатынын түсінсе екен деймін. Қорытынды бөлімде тақырыпта айтылған мәселе бойынша ғана қорытынды жасаңыз. Жаңадан ой пікір айтудың керегі жоқ. Нағыз достық туралы Сәкен Сейфуллиннің сыр сандық өлеңінде айтылмаған қасиеттер туралы да жазып кетпеңіз, және эссенің негізгі бөлімінде өзіңіз жазбаған қасиеттер туралы да жазбаңыз. Эссе тақырыбына байланысты ойыңызға сан түрлі ойлар келе қалуы мүмкін, бірақ соны қорытынды бөлімде жазып кетпеңіз. Миға келген ойды тексеріп қараңыз. Эссенің кіріспе бөлімінде, тезисте жазылып па, негізгі бөлімде айтыпсыз ба, соны тексеріп көріңіз. Егер эссенің тезисінде, кіріспе бөлімінде ол мәселе айтылмаса, тақырыпқа қатысы байланысы болса да, оны қорытынды бөлімде айтудың керегі жоқ. Себебі ол туралы эссеңізде жазбадыңыз деген сөз. Көпшілік адам эссе жазғанда осындай қателік жібереді. Эссенің қорытынды бөлімінде эссе тақырыбына байланысты, бірақ эсседе жазылмаған жаңа бір ой, пікір көзқарас жүрсе, қорытынды бөлімде осындай артық нәрсе болса, онда сіздің эссеңіздің қорытындысы дұрыс болмайды. Эссе сөз каналыма жазылып лайк бассаңыз, эссе жазудың қыр-сырын айтатын эссе сұрыптап түзілген эссе сөз курсының келесі видеосында эссенің қалай жазылатыны туралы үлгі эсселердің толық нұсқасын бере отырып, пайдалы кеңестермен бөлісетін видео сабағымды елдің алды болып көре аласыз. Видеоның соңында үлгі ретінде берілген Сәкен Сейфуллиннің сыр сандық өлеңіндегі нағыз досқа тән қасиеттерге өз көзқарасыңды дәлелдеп жаз деген үлгі естесін. Егер оқушы болсаңыз, өзіңізге жазып алып, бүгінгі видеода айтылған эссенің қорытынды бөлімі қалай жазылғанына қарай аласыз. Егер мұғалім болсаңыз, балаларға эссе жаздырғанда неге аса мән беру керек екенін көре аласыз, және эссе жазуға үйрету үшін жасалған көрнекіліктерді алып, сабағыңызда қолдана аласыз. Эссе жазу туралы айтқан кеңестерім пайдалы болды ма? Келесі видеода қандай тақырыптарға үлгі эссе жазайық? Астына комментарий қалдыра кетсеңіз, қалаған тақырыбыңызға эссе жазып бірге талдайтын боламыз.